Украина аскерлері Северодонецк шері ве Тошкивка қасабасында дұшман үжімлеріні ұрып қайтара. Баш штабта білдіргенлеріне көре Луганск вилиетінің мемори мерkezінде соқа құрушылары девам ете. Руслары Северодонецк, Лысачанск веуларынан жеварындаки шерлерінің инфраструктурасына йоқ ете. Шымды Северодонецк ве Краснопилля шерлерінің женібіндеки Врубивка қасабасы жеварында ұрушлар олып кече. Анда дұшман эсас күчлеріні Славянск йөнелешінде үжімге keçmek için sarf etip, artilleriya sistemaları ve aviatsiyanın ateş açı. Ukrayna ordusu bu yönelişte düşman ucumunu Dolina ve Bogorodichne koyları civarında urup kaytardı. Himayecilerimiz başka cibe kısımlarında da işgalcilerge münasip karşılık gösteriyor. На Бахмутському напрямку ворог вів артобстріли наших позицій в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Авіаудар армійської авіації зафіксовано поблизу Устинівки. Наступ противника завдяки діям наших воїнів у районі Миколаївки захлинувся. Ворог зазнав втрат та відійшов. Перегруповується для поновлення наступу. На Новопавлівському напрямку захисники України відбили наступ у районі населеного пункту Шевченко. Рус işgalcileri Kривий Ріг районындаки Апостолова шеріні екі кере смерч реактив системаларынан ұжым етіп хастаханеге ұрды. Үч инсан өлдірді веда 4 кішіні яралады. Бұны Пивден оператив командалығында білдірділер. Рашистлер Қырамдан Миколаев вилиетіне 4 қанатлы ракетаны ұшыртты. Украина аскерлері Херсон ве Миколаев вилиетлері сыңырында топлашқан işgalcilerini авадан ұжым етті. Украинаның işgal етілген топрақларында истилажылар Росія режимінен разы олмағанларını хырсызлай. На Херсонщині все більше людей відмовляються співпрацювати з окупантами та місцевими колаборантами, а саме рашисти продовжують захоплення державних установ. Напередодні загарбники увірвалися до головного корпусу Херсонського державного університету, захопили ректора і вивезли в невідомому напрямку. Не зупинило їх і те, що людина має інвалідність і потребує постійної медичної допомоги. Руслар Миколаев шерінде çok қатлы бинаны артиллерия системаларынан ұжым етіп 5 ерлі сакинні яралады. Бірқач кере çok инсан зарар көрді. Бұны Миколаев вилиетінің арби мемориетінің yol başçısı Виталий Ким білдірді. Евелсо Русия Украин топрақларында үстінлік етмесінің хаялыны құрмақ үшін Миколаев ve civarındaki көйлерінің ұжым етілмесіні кuvvetleštirgenini qaydetdi. Ребята, це второй этаж. Бабушку мы вынесли. Третий тоже пробило. Нашли, да, телефон? Да, спасибо. Третий пробило, Федь. Русия территориясындан кечіп, Қырымдан шығып кеткенлер жезаланмай жақ. Бұны Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжілігінде білдірділер. Евелсі бөлі әрекет девлет сыңырындан қанунсыз кечіп деп сайылыр еді. Фақат Херсон вилиетінің бір парчасы işgal етілгенінден себеп, инсанлар Қырымдан тахли етмек үшін тежавузжы девлет территориясындан кечмеге мечбур. Бұнен берабер темсілжілікте Русияның дипломатик мунасебетлер кесілгені үшін Москвада Украина елшілігі çalışmağanını hatırlattılar. Ukrayna gражданлары acele konsul yardımға muhtaç olsa, Тыш эшләр назирлегіне телефон açmak керек. Бұнен берабер Украинлер Русияның сыңырдашы олған мемлекетлерден ярдым сұрай біле. Рус işgalcileri arabasынан көпчегіні деңіштірмеге рететкен машина Тамерлев мерkezінің сайбына қорқуталар. Вилен Сейт Османовның қорқутуыны Қырымның işgalciler парламентінің yol başçısı Владимир Константинов башлатты. O Тамерлев мерkezінің сайбына Украин режимінің таравдары деп адlandырып, онен bu meselені чезмеге шандырды. Ершей Құрман районынан Жанғыра, Виднай койынды işgalci аскерлер тарафындан шығарылған видео тарқатылған сон башланды. Олар анда Z тарапынан белгіленген юк арабасының көпчегіні деңіштірмеге кірген. Видеода аскерлерінің бірі оларға Тамерлев мерkezінде ярдым етмектен вазгечкенлерін айта. Иш адамы Вилен Сейт Османов Тамерлев меркезі юк арабалары үшін дегілді енгіл арабалар үшін олғанны қайдеткен. Оңа низбетен мысқылла ве қорқутовда алғасы башланған сон Вилен Русия тежауызны дестеклеген аққында видео yazып дерчетмеге мечбур олған.
Рус паспортын алған украинлер Русия ордосына канунсыз чағырыла біле. Крым сосақ Құрчалайжы тешкілятында ишғал етілген территорияларда яшыған инсанларына Рус весиқалары алынмасындан вазгечмеге чағыра. Майыстың 25-інде Русия президенті Владимир Путин Запорижжя ве Херсон вилаетлерінің ишғал етілген топрақларының сакинлері үшін Русия гражданлығы алынмасыны саделештірген фирманы имзалады. Шымды истиляджилар ишғал етілген территорияларда яшыған Рус паспортларını алмаға мечбур еті. У цьому випадку Росія вчиняє відразу два воєнні злочини. Перший – це примусовий призов населення окупованої території до лав російської армії. А другий – залучення його до бойових дій проти власної держави. Украинаға Авропа бірлігі азасы намзетінің статусы берілмесі Русияге қаршы жеңікте мудафаға бұйық істедір. Бұны Украина президенті Володимир Зеленский айты. Руслар тамам Авропа қиметлеріне қаршы жеңклешкенін аңлағанын айтты. Зеленский Чехия парламентінің екі палатасына мұражат еткені вақыт қайд еткеніне көре, шымды Украинаға Авропа бірлігі азасы намзетінің статусыны бермек, Авропа керчектен бірлешіп олғаны ве Авропа қиметлері ақиқатен чалышқанını таздықламақ демектір деді. А отже посилювати європейське об'єднання і сказати так Україні – це також оборона у цій війні. Це буде ще один історичний прояв того сенсу, який міститься у словах «Ми з вами, будьте з нами». Тому я прошу вас бути максимально активними саме цими днями, саме цими тижнями, щоб всі європейські лідери погодились, що захищати і посилювати Європу – це наша спільна справа. І щоб нікому не вдалося зробити виключення з цього принципу. Шымали Атлантик Альянс Украина Совет вақытларына айыт силяны құлланмамасы үшін оңа НАТОның земаневи силясыны бережек. Бұны НАТО башкәтебі Йенс Столтенберг білдірді. Оның сөздеріне көре Альянс мудафа назирлері Рамштайнда көрішкені вақыт Украинаға яңы арби ярдым берілмесіні илан етмелі. Бұл ярдым ағыр силяве душманның ұзақта бұлынған нишанларына атеш ача білген артиллерия системаларындан ибареттір. Бұнен берабер Столтенберг НАТО девлетлері евел солғаны кібі өз Авропа ортақларының топрақ бұтынлығыны тестеклегеніні қайдетті. Я очікую, що на саміті союзники НАТО погодять комплексний пакет допомоги для України. Допомогу Україні у довгостроковій перспективі у переході від обладнання радянських часів до сучасного обладнання НАТО, а також у покращенні оперативної сумісності з НАТО. And to improve interoperability with NATO.